Бәріне сәлем, мен бүгін осындай баунти тортын пісірдім. Сол тортты сіздерге рецептісін бөлісіп, қалай пісіретінін ұсынғым келеді. Бұл торт өте дәмді және де өте оңай пісірілетін торт. Ең алдымен бізге керегі 3 жұмыртқа, 120 грамм сахар, 80 грамм ұн, 0,5 чайный ложка разрыхлитель және де 20 грамм какао. Бірінші 3 жұмыртқаны жарамыз. Жұмыртқа мен сахарды қосамыз. Енді осыны миксерлейміз. Міне массамызды ағарғанша миксерледік. Енді осы електің ішіне ұнымызды, какао және разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырып, осы массамызға біртіндеп салып, бұлғап отырамыз. Бәрін салып отырмайды. Төменнен жоғары қарай бұлғап отырамыз. Массамызды араластырдық, жақсылатып. Енді осыны 22 диаметрлік формамызға құямыз. Кремді салдық. Енді осыны біркелкі болу үшін массамыз осылай шайқап бір орында араластырамыз. Енді осы тортымызға кремді жасаймыз. Ол үшін 200 мл сүт, 100 грамм сливочное масло, 80 грамм сахар және 150-200 грамм кокосовый стружка қажет. Ең алдымен сүтімізді осындай кастрюльге құямыз. Оған сахарымызды қоямыз. Еріп тұрған бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Енді осыны кастрюлемізді орташа отқа қойып, осы майымыз бен сахарымыз ергенше бір қалыпты ұстап бұлғап тұрамыз. Міне майымыз толықтай еріді. Оны қайнатпаймыз, тек осы майымыз ергенше ертсек жарайды. Енді осыған жаңағы кокосовый стружкамызды қосамыз. Енді осыны бұлғап отырамыз. Бұлғап тұру маңызды. Осы қоюланғанша бұлғап тұруымыз керек. Шамамен 10 минуттай осыны бұлғап тұрамыз. Енді коржымызды, бисквитімізді таяқшамен тексереміз. Жосып тұрған жоқ, значит пісті. Бисквитіміз толықтай суыды. Жосып пен сахарды жақсылап араластырып, енді катетке жасап, шамамен 20 минутқа қойып қоямыз. Осылай бәрін. Енді тортымызды жинаймыз. Менде арнайы осындай формам бар. Жаңа тегіс шығу үшін осындай арнайы формаға жинаған жақсы. Кремімізді осыған саламыз. Барлық кремімізді салдық. Бетін жалаймыз. Мен бетін аздап алдым, өткені сынпай күткенін. Сосын қаттылап аздап жасаймыз. Қашқатпен сүтімізді араластырып микроволновкаға ертіп алдым. Енді осыны тортымыздың бетіне әдемілеп құямыз. Бәрін ұстап жағамыз. Осыны жағып, холодильникке шамамен бір 30 минутқа қойып қоямыз. Сосын бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша украшать етуге болады, немесе украшать етпей осылай шкафпен де жіберуге болады. Мінекей тоңазытқыштан алып шықтық. Шамамен 1 сағат тұрды. Осындай әдемі болып шықты. Әдемілеуді өзіңіз бетінен жұмсамасаңыз да болады, басқаша да әдемілеуге болады. Менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де келесіде қандай рецепт көргілеріңіз келеді, соны комментарийға астына жазып қалдырып кетіңіздер. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.